Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі 8-ші сынып геометрия сабағы пән мұғалімі Ержанова Ұлжан. Сабақтың тақырыбы трапецияның ауданы. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану. Бағалау критерийі. Білім алушы есеп шығаруда трапеция ауданының формулаларын қолданады. Трапецияның ауданын табу формуласын біліп алайық. Яғни трапецияның ауданын табу үшін оның табандарының қосындысының жартысы мен биіктігінің көбейтіндісін табамыз. Трапецияның ауданы жөніндегі теорема. Трапецияның ауданы оның табандары қосындысының жартысы мен биіктігінің көбейтіндісіне тең. Яғни S тең А қосу В бөлінген 2 көбейтілген H. Теореманың дәлелдеуі. Бізге берілген АВС-ды трапеция. Трапеция В-ды диагоналімен АВ-ды және ВС-ды үшбұрыштарын бөледі. Үшбұрыштарға бөледі. Яғни үшбұрыштардың аудандарын жеке-жеке тауып алып, олардың қосындысын анықтаймыз. САВС-ды трапециясының ауданы сонда тең болады САВ-ды үшбұрышының ауданы қосылған ВС-ды үшбұрышының ауданы. Әрбір үшбұрыштың ауданы 2-ден 1 А қосылу 2-ден 1 А көбейтілген H қосылған 2-ден 1 В көбейтілген H. Ықшамдаймыз. Сонда 2-ден 1 А қосу В көбейтілген H. Біздің теоремамыз дәлелденді. Трапецияның ауданының формуласын білдік. Енді осы трапецияның ауданын табуға есептер шығарамыз. Бірінші есеп. Трапеция берілді. Табандары 13 см және 7 см. Трапецияның биіктігі 5 см, ауданын анықтау қажет. Екінші есеп. Табандары 6 см және 8 см, ал биіктігі 4 см болатын АВС-ды трапециясының ауданын табыңдар. Есеп шығаруға арналған дескриптор. Білім алушы трапецияның ауданын табу формуласын қолданады. Үшінші есепте трапецияның аудандарының бірі 10 метр, ал биіктігі 12 метрге тең. Егер трапецияның ауданы 168 метр квадрат болса, онда оның екінші табаны қанша метр? Есепті шығаруға арналған дескриптор. Білім алушы трапецияның ауданын табу формуласын қолданады. Төртінші есебіміз, егер АСД үшбұрышының ауданы 192-ге тең болса, онда АВС-ды трапециясының ауданын табыңдар. Есепті шығаруға арналған дескриптор. Білім алушы есепті шешу алгоритмін дұрыс таңдаған. Үшбұрыш ауданының формуласын трапецияның үлкен табанын табуда қолданады. Трапецияның ауданының формуласын қолданады. Трапецияның ауданын табады. Есептерді шығарып болғаннан кейін оқушылармен кері байланыс жасаймыз. Яғни аяқталмаған сөйлем әдісі. Мен бүгін білдім. Маған қызықты болды. Маған қиын болды. Мен келесі тапсырмаларды орындадым. Мен үйрендім.